ұшақтың тарихына тоқталайық. Мұндай аппаратты ағылшын ғалымы 1660 жылы Роберт Кук жасамақ болған. Бірақ оның жасаған үлгісімен ұшуға ешкім бата алмады. 1842 жылы Хэнсон есімді ағылшындық пу машинасымен қозғалысқа келетін қанатты аппарат жасап көрмек болды. Бірақ ол тым ауыр болып, ешкім ұша алмады. Тек 1870 жылы Джордж Кейли ұшақ жасауға арналған пропеллердің теориялық есебін ұсынды. Оның идеясымен орыстың теңіз инженері А.Ф. Можайский ең алғашқы ұшақты құрастырып ұшты. Бұл 1882 жылдың жазы екен. Бірақ ол 1897 жылы неміс конструкторы Аддер құрастырған авион ұшу аппараты сияқты бірнеше секундқа ғана жоғары көтерілді. Арада 6 жыл өткен соң Орвилл және Уилбор Райтайми есімді ағайындылар құрастырған үлкен аэроплан аспанға ұшады. Оның пропеллері бензинді қозғалтқышпен жұмыс істеп, 12 секундта 50 метр аумақты ұшып өткен. 1909 жылы ағайындылар сағатына 60 км жылдамдықпен ұшатын ұшақ жасап шығарды. Америка мен Еуропа елдері дәл осы үлгіге қарап ұшақ шығара бастады. Біз пәтер дегенде көз алдымызға өзіміз тұрып жатқан пәтер елестейді. Ал әлемдегі ең алғашқы ұшақ пәтерден естіп едіңіз? Олай болса, тыңдаңыз. Қожайыны мінген әуе көлігінің ізінен ілесіп отыратын ұшақ пәтер Боинг 747 атын құпия етіп қалдырған миллиардердің тапсырысы бойынша жасалған. Ұшақтың аэролофт аталатын бұл моделінде жатын бөлме, мейрамхана, бірнеше қонақ бөлме мен ас үй бар, деп жазады Brian.ru сайты бойынша. Қонақ бөлмелер үйдің жоғары палубасында орналасқан. Ұшып жүретін пәтердің ішінде заманауи кеңсе мен конференциялық залдар бар. Greenpoint компаниясы ұшақтан пәтер жасау үшін 3 жыл уақыт кеткен. Ал аты жөні құпия түрде сақталып қалған адам әуеде қолайлы өмір сүруге мүмкіндік беретін Boeing 747 әуе кемесі үшін $600 миллион төлеген екен.